Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 сынып 8 бөлім дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Бізге берілген сабақтың тақырыбы дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Оқу мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру, шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану. Күтілетін нәтиже: мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, шылау түрлерін ажырата біледі, орынды қолданады. Бізге берілген оқылым мәтіні академик Шарматовтың сұхбаты. Осыны оқып шығып, мәтінге берілген сұрақтарға жауап беру. Бізде келесі демеулік шылау, яғни біз алдыңғы сабақта шылаулардың түрлерін өткен болатынбыз. Яғни келесі шылаудың түрі демеулік шылау. Демеулік шылау сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау, болжалдық, күмән, нақтылау мәнін үстейді. Демеуліктер сөзге не сөйлемге үстейтін мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Бірінші, сұраулық демеуліктер: ма, ме, ба, бе, папе. Мысалы, барасың ба, барамысың, келесің бе, келемісің. Келесі демеулік шылаудың түрі күшейткіш демеуліктер: ақ, ау, ай, әсіресе, да, де, тате. Мысалы, осы ақ досым ай, қарағым ау, тілекте еді. Келесі шектік, яғни тежеу демеуліктер: ғана, қана, тек. Мысалы, тек қана, сен ғана. Төртінші, болжалдық демеуліктер: мыс, міс. Мысалы, болыпты мыс, өмір сүріпті міс. Бесінші, болымсыздық немесе қарсы мәнді салыстыру демеуліктері: түгел, тұрсын, тұрмақ. Мысалы, ол түгіл, сен тұрмақ. Нақтылау мәнді демеуліктер: бұл 6-шы, қой, ой, д, т. Мысалы, сол ғой, айтқанды, көргенді. Бізге берілген тапсырма: оқылым мәтіндегі академиктің сұхбаты туралы өз ойларыңды қос жазба күнделігі арқылы жазыңдар, яғни кестені толтырамыз. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы 4-ші тапсырма: академик ұсынған тамақтану қағидалары тақырыбында кластер жасаңдар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.